Құрметті жас түлектердің бүгінгі өмір аясына аттанғалы тұрған мерекелі күндеріңіз құтты болсын. Сіздерге тек қана мықты денсаулық, сәтті сапар, мерейлі мақсат тілеймін. Алдағы уақытта барлық арман мақсаттарыңыз орындалып, ата-анамыздың үмітін ақтап, болашақта үлкен мамандық иесі болыңыздар. 143 мектеп-лицейдің мектеп басшылығы, мұғалімдер ұжымы сіздерге әрқашанда еңбектеріңіз табысты, жемісті болсын деймін. Осы жылдар бойы бізге білім, тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға алғысым шексіз. Бүгінгі күнді пайдалана отырып 143-ші мектеп ұстаздарына үлкен алғыс айтқым келеді. 143-ші мектепте көп уақыт оқымасам да, аз уақыт ішінде көп нәрсені бойыма сіңіре алдым. 143-ші мектепке келгенде барлық ұстаздар жарқын жүзбен қарсы алды, маған түсінік танытты. Осыдан кейін 143-ші мектеп ұстаздарына деген жақсы түсінігім қалыптасқан болатын. Ұстаздардың бәрі әрине жақсы, бірақ мен үшін 143-ші мектеп ұстаздары ерекше. Ол мектепке келгеніме өкінбеймін, керісінше қуанамын десем де артық етпес. Айтып жатқан мақтауларым артық етпес, себебі ол кісілер осындай мақтауға лайық. Барша 143-ші мектеп ұстаздарына алғыс. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік. Бүгін міне 9 жылдың қалай зулап өткенін байқамайда қалыппыз. Қымбатты ұстаздар, 9 жыл бойы бізге білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің сенімдеріңізді ақтаймыз деп сенемін. Аса құрметті осынау алтын ордаға тарадай болып кіріп, таудай болып шыққан менің сыныптас достарым. Бүгінгі күні бәріміз өзіміздің алтын ұямыздың өмір атты ұлы тауды биікке алып ұшып бара жатқанымызды айтар тілегім. Қайда жүрсек те, қайда болсақ та, қанша жасқа келсек те бір-бірімізді ұмытпайық. Ал ұстаздарымыздың жүрегімізді мәңгі ұмытпай сақтаймыз. Аяулы ұстаздар, сіздер жасаған еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Соңғы қоңырау, сыңғырлап үнің, көңілде тұрау, арнамнан асып, толқындай тасып. Соңғы қоңырау